Иә, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен және де жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді бүгінгі айтатын әңгімем сәл ұзағырақ. Бұл әңгімені әзір ғана оқып, сондай әсер алдым. Көңілім толқып, сондай тәсірлендім. Сіздерге де солай әсер етеді деген ойдамын. Сонымен осындай жақсы бір әңгімені дереу аударып сіздерге бір айтып берейінші деген ойға келдім. Көңіл қойып тыңдауларыңызды үміт етемін. Енді осы біз ата-ананың балаға деген мейірім махаббаты тек қана біздің баламызға емес, баламыздың баласына ұрпақтан ұрпаққа қарай жалғасады екен. Оны енді бәріміз түсінеміз ғой. Сол туралы сондай бір әңгіме екен. Әзір сіздерге соны жеткізіп берейін. Енді бұл бір ананың өзінің бастан кешкен кешірмелері туралы жазған екен. Ол енді бұл әңгімесін былай бастапты. Университетке кіретін кезінде бір түс көреді екен. Түсінде бір Джунго ғылым техника университетінің алдында бір адам тұрады екен да, оған айтады екен: сен осы араға келіп оқуың керексің, сен сөзсіз осы жерге кел деп сөйтіп айтады екен. Сонымен бұл қыз баланың нәтижесі жақсы екен. Әсілі бұл Бейжің университетіне болмаса Фудан университетіне барып оқыса болады екен. Оған бұл қыз бала сол түсін көргендіктен, түсінің несі бойынша, сол адамның айтқаны бойынша сол Джунго ғылым техника университетіне барғысы келеді екен. Бұны естігенде анасы: енді сен бір түсің үшін осылай істейсің ба? Бейжің университеті қандай жақсы, сол жерге барып оқысаңшы деп солай дейді екен. Сол кезде әкесі айтады екен: балам, өзің қалай ойласаң солай істей ғой. Джунго ғылым техника университетте жаман емес, жақсы дейді екен. Сонымен бұл қыз бала сол мектепке барып оқиды екен. Барғаннан кейін, бір айдан кейін бір ұл баламен танысады екен. Ол бала екеуі бір-бірін ұнатады екен. Сонымен бір ай өткен соң үйдегілерін айтады екен: осылай бір баламен жақсы болдым деп. Сонымен мектеп бітіргеннен кейін екеуі де, осы жігіті де бірге қыздың тұрған жағына келеді екен. Екеуі сол жерде дамымақшы болады екен. Сол кезде той жасамақшы болып, той жасау ойына келеді екен. Ол кезде сол жігіттің ата-анасы қосылмайды екен. Олардың айтқан сылтауы: қыз баланың бойы өте аласа дейді екен. Бірақ қыз бала айтыпты, енді олардың тек қана ол бой аласа деген бір сылтауы ғана, олар мені жақсы көрмеді, мені шынайы келін ретінде қабылдағысы келмеді дейді. Сонымен бұл қыз бала қатты уайымдайды екен. Енді мен осылай өзім талдаған едім. Енді мен егер де өстіп жалғастырсам, онда мен кейінгі тұрмысым қалай болады? Мен апам мені жақсы көрмесе, мен апаммен шығыса алмасам, онда сөзсіз көп деген әурешілік әкеледі ғой деп ойлап, екі ойлы болып, солай болып қиналып жүреді екен. Сонымен әкесі сезеді екен. Әкесі сонымен сұрайды екен: қызым, не болды? Саған не болып жүр деп сұрайды екен. Сонымен қызы ештеңке болмады деп себебін айтпай, тек қана мен біраз ойлануым керек дейді екен. Енді көпті көрген әкем, қырағы әкем дәл осы кезде менің неге осылай болып, көңілсіз болып ойланып жүргенімді біліп қойды дейді. Сонымен ол кісі сол кезде маған: сен қой болды дегенде жоқ, болмаса сен жалғастыр дегенде жоқ. Тек қана маған: балам, бұндай үлкен істі өзің шеше аласың, тек қана өзің шешесің деді дейді. Сонымен ол қыз бала ақырында той жасау бекіміне келеді екен. Сонымен тойларын жасайды екен. Артынан қыз бала бір жақсы қызмет орнына орналасады екен. Сол күні әкесі қызына 3000 юан ақша береді екен да, осыны алып барып бір жақсылап, жақсы бір тамақ ішіп құттықтап келе ғой дейді екен. Сол кезде ол алады екен да, сол 3000 юан ақшаға барады екен да, сол бір көйлек алып киеді екен. Сонымен мамасы оны көріп айтады екен: сол 3000 юанға бірақ көйлек алдың ба? Анда ұқсасаң қалай болады деп біраз ұрсады екен. Әкесі айтады екен сол кезде: қана айланып көрші, қандай әдемі көйлек, әдемі жарасыпты деп солай дейді екен. Әкесі әрқашан қызына: қандай шешім жасасаң өзің білесің,
егер де сол шешімің дұрыс болмай қалса, артындағы зардабын өзің шегесің. Әрқандай істеген өзіңнің істеген істеріңе өзің жауапкершілік етуің керек деп тәрбие береді. Және ылғи да бір жұмыстарға пікірін ғана айтады екен да, оған шешім жасау құқығын қызының өзіне тапсырады екен. Егер бір істерді қате істеп қойсам, сен дұрыс істедің ба балам деп қана сұрайды екен. Үйдегі әрқандай үлкен кіші іс болсын, бәрінде менің пікір қосатын құқығым бар дейді. Пікір қосатын, оны білетін құқығым бар дейді. Әке-шешем қашанда жасырып көрмеген. Одан кейін енді өзіме қатысты істер болса, онда ол кездерде мен өзімнің шешу құқығым бар дейді. Кішкентай кезімнен сондай мейір махаббаттың астында өстім. Сонымен мен де ылғи да түсіне алмай жүремін. Не үшін көп балалардың әкесі өз баласын шынайы сүймейді? Мен соны түсіне алмаймын. Жанымда да достарым бар дейді. Олар әке-шешелерінің көп істеріне араласқандық себепті, көп істеріне шешім жасауына қол сұққандық себепті қатты азаптанады дейді. Соларға жаным ашиды. Олар қандай азаптың ішінде өмір сүріп жатыр деп ойлаймын дейді. Кейбір кітаптарды оқып, хабарларды көріп, ішінде балалардың азап шегіп, кейбір ата-аналардың білместік себепті бақытсыз өмір сүріп жатқанын көрген кезде еріксіз көзіме жас аламын дейді. Бірнеше күннің алдында аяғым тайып жығылып, аяғымды жаралап алдым дейді. Сонымен докторлар аяғымды таңып берді. Одан кейін балдақпен жүруіме тура келді дейді. Балдақпен жүре алмадым, жүріп көрмегенмін. Сонымен жолдасым маған үйретіп жүрді дейді. Екі балдақты екі жағына ұстап ақсаңдап жүріп көрсеткен еді. Мен оған қарап күлдім дейді. Ішек сілем қатып күлдім дейді. Сол кезде жанымда бауырым отырған дейді. Бауырым айтты дейді. Аяғың анда ұқсап ауырып отырып, қайтып күліп отырсың дейді. Сонымен мен айттым дейді. Тек қана аяғым ғой, басқа жерім сау ғой. Неге күлмеске? Жалғасты жақсы өмір сүру керек қой деп айттым дейді. Қандай жерлерге барсам да балалар мені сондай жақсы көреді дейді. Мысалы, бейтаныс бір лифтте тұрсам да бір балалар келіп маған жабыса қалады дейді. Одан кейін бір ойнайтын жерлерде жүрсем де баламның жанында басқа балалар келіп маған жабысып, менімен ойнағысы келіп солай болады дейді. Маған бала жуық болады дейді. Одан кей кезде өзімнің балам қызғанып қалады дейді. Не үшін менің мамамды басқа балалар алғысы келеді деп дейді. Балам 5 жасқа келді дейді. Кітап оқығанды сондай жақсы көреді. Сонымен екеуміз бірге отырып кітап оқимыз. Кей кездерде телефоннан қойып берем дейді. Сол кездерде мама өзің оқып берші, телефоннан қойғаның сендей оқи алмайды дейді. Сенің айтқаныңа ешкімнің айтқаны жетпейді деп. Өйткені мен оған сондай әсерлі сөздермен, сезіммен жақсылап айтып беремін дейді. Сонымен солай әңгіме оқимыз, кітап оқимыз. Одан кейін мен өзім кішкентай кезімнен мейір махаббатқа толы болып өскеннен кейін баламды да солай бар махаббатыммен мейірлі қып тәрбиеледім дейді. Мейірімді беріп, барлық мейірімді беріп тәрбиеледім дейді. Содан кейін де балам сондай қауіпсіздік сезімі ерекше күшті дейді. Докторханаларға барып кейбір ауыр қиын тексерулерді тексерттік дейді. Мұрнына бір не салып тексереді екен, биянын. Сол кезде бір талда жыламай сондай сабырлықпен доғдырлардың тексеруіне ерекше сәйкесті дейді. Сол кезде докторлар таң қалып, ой, мұндай баланы көрмеппіз, мынау қандай қауіпсіздік сезімі, қандай күшті бала деп мақтады дейді. Күнде түнде ұйықтайтын кезімізде мені құшақтап, мама, елдердің сендей мамасы жоқ қой, менде ғана бар. Мама, сенен бір минутта айырылғым келмейді. Сен бұл дүниедегі менің ең жақсы көретін адамымсың. Сенен басқа кімді жақсы көремін? Сол секілді адамның жүрегін жылтатын ерекше бір тәтті сөздерді сөйлейді дейді. Елдің бәріне солай сөйлейді. Елдер айтады дейді, қандай мейірлі бала деп.